Оқушылар, қазір қазақ тілі сабағы 114-ші бетті ашып, 58-ші сабаққа мұқият қарайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сөйлемдегі сөздердің байланысы. Алған білімімізді әрі қарай дамытамыз. Бүгін сендер мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер және сызба бойынша сөйлемдер құрайсыңдар. Сонымен қатар шығармашылық жұмыстар жасайсыңдар. Сабағымызды бастамас бұрын ережені есімізге сақтап алайық. Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланыста болады. Олардың байланысын сұрақ қою арқылы білетін боламыз. Бүгінгі сабақ: жаңбыр қалай пайда болды? Бейне сюжетті қарап алыңдар. Сонымен қатар сендерге аздап жаңбыр туралы дерек беріп өтейін. Жаңбыр бұл өте адамға пайдалы. Жаңбырдың емдік қасиеттерін ерте заманда адамдар білген. Олар оны шомылу және тамақ әзірлеу үшін қолданған. Қазіргі заманда ғалымдар әсіресе қыз балалардың беттерін жұмсақ жаңбыр сумен жууға кеңес береді. Өйткені ол терінің ылғалдылығын сақтайды екен. Ал егер күзде жауын-шашын көп болса, онда келесі жылы егін мол болады. Өйткені жазда құрғақшылық көп болмайды. Балалар, жаңбыр дыбысы да адамға босаңсуға көмектесетін терапия екен. Мысалы, жүрек тамырымен ауыратын адамдарға ол өте пайдалы. Сонымен қатар жаңбырдан кейін таза ауаға шығып, тыныс алған адамның ағзасына өте пайдалы екен. Жаңбырлы жерлерде өсімдіктерді үлкен болып өседі және олар жап-жасыл болып тез өседі екен. Міне балалар, жаңбырдың пайдасы өте көп екен. Сонымен қатар жаңбыр қысқа қарай бұршаққа, қарға айналады екен. Енді олар қайдан пайда болады? Мынау кестеге назар аударайық. Судың булануы арқылы жоғарға ұшқан ауаның арасында бізде су тамшылары бар, иә? Олар бірте-бірте бір-бірімен қосылып булар, олар бұлт түзейді. Осы бұлттар одан сайын бір-бірімен қоюланып қосылған кезде ондағы су түйіршіктері ауырлайды. Сөйтіп олар ауырлайғаннан кейін төменге қарай қайтадан құлайды. Міне осы су түйіршіктерін біз жаңбыр дейміз. Ал олар жоғарылаған сайын, ауа қысымы қысылған сайын, олар бұршаққа, қарға айналып, қайтадан жерге түседі екен. Әсіресе мұхит, теңіз жағалауындағы жерлерде жаңбыр үнемі болады. Өйткені ондағы ауадан шыққан бу үнемі жоғарылап, қайтадан жаңбыр болып төгіліп отырады екен. Міне балалар, жаңбырдың қайдан шыққанын білдік. Енді мәтінмен жұмыс жасайсыңдар. Бұл тапсырма. Сендер мәтінді оқып, осының мазмұны бойынша сұрақтар қоюға дайындалып келіңдер. Және жаңбырдың тағы да қандай пайдасы бар, сол туралы қосымша дайындалыңдар. Енді дәптермен жұмыс жасайық. Дәптерлеріңді ашып, желтоқсанның 13-ші сынып жұмысы деп жазыңдар. Бірінші тапсырма 31-ші жаттығу. Балалар, дескрипторға қарап алыңдар. Суреттің атауларын табасыңдар, орнына қойып оқисыңдар және қатесіз керемет жазасыңдар. Балалар, қане мен сендерге көмектесіп өтейін. Мынау өлеңде суреттер: бұлттың суреті тұр, жаңбырдың, тағы да бұлттың, қардың және бұлттың суреті тұр. Ендеше мен айтқан сөздерді жазу ретінде жазып, өлеңді өздерің көшіріп жазыңдар. Келесі тапсырма сызбалар бойынша сөйлем құрап жазу. Бірінші сөйлем 2 сөзден тұрады, екінші сөйлем 3 сөзден тұрады және үшінші сөйлем 3 сөзден тұрады. Енді байланысына назар аударыңдар. Екінші сөйлемде 2 мен 3, 1 мен 3 сөздер бір-бірімен байланысу керек. Ал үшінші сөйлемде бірінші, екінші сөз байланысу керек және екінші, үшінші сөз өзара байланыста болу керек. Сөйлемді дұрыс таңдаңдар.
Соңғы тапсырма бұл шығармашылық жұмыс. Қандай, не істейді, осындай тағы не бар? Және көмекші сөздер берілген. Осыларды құрап, өзің жұмбақ құрастырып жаз дейді. Егер көмек керек болса, астындағы жұмбақты пайдалануға да болады. Болмаса, өзің өзгертіп те жазуыңа болады. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сенің көңіл күйің бүгін қандай, балақай? Өте жақсы болса, сабақты да өте жақсы орындайсың. Жақсы болса, ол да жақсы, өте жақсы болуға тырыс. Ал орташа болса көңіл күйің, міндетті түрде жаттығу жасап, көңіл күйіңді көтеріп, сабағыңды жақсылап орында. Қош болыңдар.